Ассаламалейкум жігіттер. Бұл көлікте Dell Nexia автокөлігі поворотник және аварийка жұмыс жасамайды. Алдымен поворотник жұмыс жасамай алған, содан кейін аварийка жұмыс жасамай алған. Енді оны тексеру үшін қазір біз алдымен барлық сақтандырғыш, яғни предохранительдерді тексеріп аламыз. Сонымен достар, предохранительдерді тексердім. Бізде поворотниктікі және де аварийканың предохранитель екеуі де жанып кеткен екен. Аварийканыкін салдым, қазір аварийка жасап тұр. Бірақ та поворотниктің предохранителін салған уақытта поворотникті қоспай-ақ біздің предохранитель жанып кетеді. Қазір қай предохранитель қайда жауап беретінін білу үшін біз мына өзінің қақпағы бар артында, сонымен білуге болады. Көбіне орысша жазылып тұрады, бұда ағылшынша, себебі көлік қателеспесем кәрістің жинағы бойынша шыққан сияқты. Сборка корейский. Так, сонымен бізде 8-ші предохранитель поворотникке жауап береді. 15-ші аварийка. Аварийка қазір бізде жұмыс жасап тұр. Ал поворотник әзірге жұмыс жасамайды, себебі мұнда предохранитель жоқ. Ал предохранитель салған уақытта біздің предохранителіміз жанып кетеді. Қазір мен зажигание ашып қоямын. Осында предохранитель салам қазір. Салған уақытта қарайық қалай жанып кететін. Мінекей, бірден жанып кетті. Демек, бұл предохранитель жауап беретін цепті не үшін жауап береді? Сол жерде короткое замыкание бар. Короткое замыкание дегеніміз плюс пен минустың бір-бірімен тиіп тұруы. Енді қарайық, бізде поворотникті қоспай-ақ жанып кетіп тұр. Бұл нені білдіреді? Бұл замыкание поворотникта емес деген сөзді береді. Неге? Себебі біздер, егер поворотникта замыкание болса, біздің аварийканың предохранительде жанып кетер еді. Сондықтан поворотник аварийкаларда ешқандай замыкание болмағандықтан, поворотникта дәл солай жұмыс істегендіктен, бір-бірден жұмыс істегендіктен, екі жақта да, оң жақта да және сол жақта ешқандай замыкание жоқ деген сөз. Бірақ та біз ол біріншіден және екіншіден біз поворотникті қоспай-ақ та предохранитель жанып кетіп тұр. Демек, бұл предохранитель повороттан бөлек басқа да нәрсеге жауап береді деген сөз. Оны білу үшін біздер біздің қақпаққа қараймыз, схемаға. Ағылшынша болса интернеттен аударып алуға болады, Google'дан. Бұл жерде поворотник және де тормоздың системасына жауап береді екен. Тормозға да жауап береді екен. Тормоздың проводкасын қарап өтеміз. Мүмкін тормозда бір жерде замыкание болып тұрған шығар. Енді короткое замыкание табу үшін біздер бұл предохранительдің бойына мен екі сым жалғап, ол екі сымды мынандай контролька жалғап қойдым. Былайша айтқанда контролька. Қазір біздің контролькамыз жанып тұр. Не үшін жанып тұр? Себебі бұл предохранитель бір жағына плюс келіп тұр, ал бір жағына минус келіп тұр. Оны короткое замыкание дейміз. Плюс пен минустың кездесуі короткое замыкание және де предохранительді жағып жібереді. Ал шын мәнісінде кез келген предохранительдің бойымен тек қана плюс өтеді. Кез келген предохранительдің бойымен тек қана плюс өтеді. Бізде бір жақтан плюс питание келіп тұр, ал екінші жақтан минус келіп тұр. Екеуі кездескендіктен біздің лампочкамыз бар жарығында қазір жанып тұр. Енді мана айтып өткендей бізде тормозға жауап берейік дедік. Қазір мен тормоздың ең әуелі бастамасы, бұл тормоздың бізде лягушкасы деп айтады біздің жақта оны. Осын қазір мен шешіп көреміз. Енді байқағаным, бұл лягушка қазір астындағы педальге тимей тұр екен. Қазір сізге түсіндірем жасау принципін. Мінекей, мынау тормозға жауап беретін. Тормозды басқанда артыңғы стоп шамдарына жіберетін біздің лягушкамыз. Жасау принцип былай. Мынау басып тұрған кезде, міне, біз тормозды басып тұрған жоқпыз деп, астынан мен саусақ басып тұрған жерден педаль тиіп тұрады. Ал тормозды басқан кезде керісінше мынау қосылады да замыкация етіледі. Біздің стоп шамдарымыз жанады. Тормоз педалін жіберген кезде қайтадан орнына осылай басып тастайды. Педаль басып тұрған жоқ деген жағдай.
қазір жіберем. Тормоз басылғанын имитация жасадым. Демек бұл бізде замыкание именно тормоз басқан кезде келіп тұр. Яғни тормоздың тоғынан іздеу керек болады. Енді тормоз іздеу үшін біздер қазір багажниктен қараймыз. Сонымен достар, біздер қазір артыңғы жарық шамдарына, яғни артыңғы фарлар келетін штекерлерді мен ажыратып тастадым. Екі жағынан ажыратып тастадым. Демек біздің тоғымыз лягушкадан штекерге дейін болатындай. Әлде ештеңе өзгерген жоқ. Біздің контролеріміз жанып тұр. Және тағы қарап ойлана келе, кейбір көліктерде, мысалы артыңғы лобовойда тағы да тормоз шамдары болады ғой. Соны қарасам, мына жерде де тағы да бір тормоз бар екен. Енді мына жағын проводкаларын қарадым. Қарайық не болады. Кім сынды? Демек, міне екі біздің бір минус, ал бір плюс. Мінекей плюс. Бұл плюс біздің жаңағындай предохранитель арқылы лягушкадан келеді. Бұдан келеді де, мынаған плюс келеді. Ал екеуі мына жерде қосылып қалған. Қосылып қалғандықтан плюс пен минус кездесті. Екеуі барып предохранительді жағып жіберді. Қазір мен ажыратып тастадым. Енді қазір қарап жіберейік. Біздің лампочкамызда, контролькамызда сөнген екен. Енді контролькамызға керек емес, алып тастайым. Орнына өзінің предохранитель салам. 20 деп тұр. 20 саламыз. Салым, енді поворотник тексереміз. Солға, оңға. Неге тезірек жанып тұр? Себебі артыңғы жарық шамдар бізде қазір ажыратылып тұр. Сол үшін штекердің орнына саламыз. Және мына жақтында штекерін салып жіберейін. Екі жақтың штекерін салдым. Енді бізде поворотник өз қалпында жұмыс істеу керек. Солға және де оңға. Демек бізде короткое замыкание, поворотниктің короткое замыканиесі артта багажникте тормозда тап болды. Сондықтан көбінесе мене комментарийден сұрайды. Менің машинамда осындай болып тұр, неден болуы мүмкін деген сұрақтар маған жиі жіберіледі. Бірақ та оны осылай қарамайынша, қолмен зерттемейінше оны айту өте қиын. Себептер өте көп. Оны қайсы бірін айту сізге қалтаңызға босқа шығын келеді. Мысалы, маған айту мүмкін, машина оталмай тұр дейді. Мен айтып қалсам, бензонасос ауыстыр деп айтамын мысалы. Болмаса көршіңіз айтады, бензонасос ауыстырып тастаңыз дейді. Сіз аласыз да бірнеше мыңға бензонасос ауыстырасыз. Бірақ та машина оталмайды. Ақшаңыз босқа кетті бензонасосқа. Ол үшін ақшаны сізге ешкім қайтармайды. Сол үшін кез келген машинаның тоғын біліп, үйреніп, принципін білген жақсы. ютубтағы нәрселер сіздің көлігіңізде дәл сондай ауру деген нәрсе емес. Мен мысалы көрсеткен видеолардың ақаулары дәл сол ақау сіздің көлігіңізде дәл сол деген ақау емес. Болмаса маған бір кісі жазып ренжиді. Мен сіздің видеоңызды қарап, Passat B3 кнопка включательді ауыстырдым, бірақ одан болмай шықты дейді. Ақшам босқа кетті деп ренжіп жатыр. Мен айтамын, мен сіздің көлігіңізді оңдаған жоқпын, мен сіздің көлігіңізді жөндеген жоқпын. Сіздің көлігіңіздегі ақау бөлек, мен жөндеген көліктегі ақау бөлек. Сондықтан ол как пример ретінде болмаса үйрету ретінде көрсетіп жатылған видеолар. Ал егер автоэлектрикті оқып үйренем десеңіздер, автоэлектрик негіздері атты қазір курс ашқан болатынмын. Оқимын деген жігіттер болса, мен жазып кетемін. Хабарласыңыздар, біліңіздер. Баршаға рахмет. Так, сымдарды, проводтарды изолентілеп, өзінің орнына салып қойдым.